Күндердің күнінде бір румыниялық мұсылманнан жергілікті телеарна жүргізуші сұхбат алып, оның қалай мұсылмандықты қабылдағанын сұрайды. Сонда ол басынан өткен жайтты былай баяндап береді. Біз әйеліміз екеуміз шетелге барып қыдырғанды жақсы көреміз. Сондай күндердің бірінде екеуміз Түркияға баруды жоспарладық. Содан не керек, көп ұзамай Стамбул қаласына бардық. Әбден қаланы аралап, шет жақта орналасқан бір ауылға кіріп кеттік. Сол жерде адасып, жергілікті бір кісіден қалада орналасқан қонақ үйге қалай жету керектігін сұрадым. Ол болса, бүгін кеш қалып, қалаға баратын автобустың ертең ғана жүретінін айтып, бізді үйіне қонақ болуға шақырды. Екі кештің ортасында қалаға жете алмайтынымызды түсінгеннен кейін, әлгі кісінің ұсынысын қабылдап, оның үйіне бардық. Үйге кірген бойда оның 5 баласы және қартайған ата-анасы барын көрдік. Олар қонақжайлық танытып, дастархан жайып, кешкі ас дайындап берді. Әбден қарнымызды тойдырып алдық. Сосын үйдің егесі келіп, сен екеуің осы бөлмеде ұйықтап тынығып алыңдар. Біз болсақ келесі бөлмеде жатамыз деп жұмсақ көрпе төсегін салып берді. Әйелім екеуміз әбден шаршаған екенбіз. Сол түні жақсылап демалып алдық. Таң атып, мен үйдің егесіне ризашылығымды білдірейін деп келесі бөлменің есігін қақтым. Ешкім ашпады. Есікті жай ғана өзім аштым. Сөйтсем ол бөлме емес, үйдің ауласында орналасқан бақшаға шығатын есік екен. Сонда мен әлгі отбасы бір ғана бөлмелі үйде тұратынын түсіндім. Мен болса үй егесін іздедім. Сол сәтте олар бақшаның арасында тақыр жерде ұйықтап жатқандарын көріп, қатты таң қалдым. Үйдің жалғыз бөлмесін бізге ұсынып, өздері сыртта ұйықтап жатқан жағдайлары бізге қатты әсер етті. Тіпті көңіліміз босап кетті. Сосын біршама уақыттан кейін үйдің егесі тұрып, біздің жанымызға келіп жағдайымызды сұрады. Мен болсам, оның бізге жасаған құрметіне риза болып, себебін сұрадым. Сонда ол, біздің дініміз қонаққа құрмет көрсетуге үйретеді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өз сөзінде, кімде-кім Аллахқа және қиямет күніне иман келтірген болса, онда қонағына құрмет көрсетсін деген. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Мұны естіген мен әйеліме қарап, ислам деген міне осы екен. Ал біздің батыста естіп жүрген ислам ол мүлде басқа, бұрмаланып сипатталады дедім. Осылайша дінге қызығушылық танытқанымызды көрген әлгі кісі бізге дінді теледидардан немесе ғаламтордан емес, кітаптан оқып үйрену керектігін айтты. Сол уақыттан бастап біз ислам туралы кітаптар алып, дінді оқып біле бастадық. Арада 2 ай өтіп, исламды біршама бойлап білдік. Ешкімге керек жоқ шөл далаға келген пайғамбар, онда мұсылмандардың басын біріктіріп, теңдесі жоқ ислам өркениетін құрғанын көріп, қатты таң қалдық. Ең қызығы, сол уақыттан бері мұсылмандардың саны азаюдан гөрі күн санап артып жатқаны тағы бар. Бұл батыс елдерінің бүгінгі ақиқаты. Егер ислам өтірік болғанда, оны ұстанушылар осынша ғасыр бойы онымен жүрмес еді. Осы секілді ақиқаттарды білгеннен кейін әйеліміз екеуміз кәлим айтып, мұсылман болдық. Бүгінде менің дін тарату жолымда 1000-нан аса адам исламды қабылдады. Осылайша санымыз артып, алдағы уақытта Румынияда ислам орталығын ашуды көздеп отырмыз. Менің түйгенім, бүгінгі таңда исламды таратудың ең жақсы жолы ол адамдарға уағыздау емес, сол дінді бойына сіңіріп, мінез құлқымен көрсету болып табылады. Дәл осындай жолды маған әлгі түркиялық кісі көрсеткен еді. Қазіргі таңда оның осындай бір ғана қонаққа көрсеткен құрметінің арқасында бүгінде мен және менің артымнан ерген қанша мұсылман исламды қабылдап, дінге келіп жатыр. Оның нендей сауапқа кенелгенін айтып жеткізе алмаймын деген екен.